Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші жаттығуымыз. Қолымыз белде тұрады, басымызды алдыға, артқа, солға, оңға шалқайтып еңкейтеміз. Жаттығу жасау кезінде қолымызды белімізде тұруын қадағалаймыз, және басымыздың солға, оңға істеген кезде дұрыстап айналдыруын қадағалаймыз. Енді келесі жаттығуымыз, қолымызды иығымызға қойып айналдырамыз. Қолымызды айналдырып жатқанда жаттығуымызды дұрыс орындауын қадағалаймыз. Және екі аяқ иықтың белгісімен бірге тұрады. Жаттығу орындау кезінде денемізді тік ұстаймыз. Қолымызды алдыға, артқа айналдырған кезде иығымыздың үстінде болуы керек. Жаттығуды осылай орындаймыз. Енді келесі жаттығуға көшетін болсақ, қолымызды бас жағымызға қойып, солға 1, 2, оңға 3, 4 бұрылған кезде денеміздің бұрылуын ғана қадағалаймыз. Аяғымыз өз орнында тұрады. Аяғымыз иығымызмен қатты қатармен бірге тұру. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу осылай жасалады. Келесі жаттығу. Аяғымыз иығымыздың қатар тұрады. Солға қарай 1, 2, оңға қарай 3, 4. Солға қарай 1, 2, оңға қарай 3, 4. Жаттығу жасап жатқанда қолымыздың созылуын қадағалаймыз. Жаттығуды дұрыс орындаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді келесі жаттығу. Қолымызды беліміздің тұсына, кеудеміздің тұсына қоямыз. 1, 2, солға қарай 3, 4. 1, 2, оңға қарай 3, 4. Жаттығу жасаған кезде қолымыз кеуденің тұсында тура тұру керек. Жаттығу жасалып жатқанда солға, оңға бұрылғанда қолымызды толықтай созу керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығуымыз. Аяғымызды созамыз. Екі жаққа алдыға еңкейміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу жасап жатқан кезде қолымыз аяғымызға, еденге, және тағы да аяғымызға тиіп, содан кейін белімізге қойылу керек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Алдыңғы аяғымызды алдыға созамыз, сол аяғымызды артқа қарай. Және секіре 1, 2, 1, 2, 1, 2. Осы жаттығу жасап жатқанда техника қауіпсіздігін сақтаймыз. Аяқтың ұзындығын артқа қарай сәл-пәл алып секіреміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл жаттығу жасаған кезде кілем үстінде жасауға болмайды, еден үстінде жасау керек. Келесі жаттығу. Сол аяғымызбен 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Осы жаттығу жасаған тіземіз жоғары көтеріліп, ауада ұстап тұрамыз бір аяғымызды. Екі аяқ қос аяқпен секіреміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Денемізді, тынысымызды орнымызға келтіреміз. Демімізді аламыз, жібереміз. Демімізді аламыз, жібереміз. Осымен балалар жаттығуымыз аяқталды.